Ал көрермен, ұнаған жанға осы үй бұйырсын. Сәлем әлем. Қош келдіңіздер Реалти Шымкент парақшасына. Қараңыздаршы, номер 1 үйлердің бірі. Нұртас мөлтек ауданы 400 шаршы метрден асқан осындай тамаша райт стильді үйімізді обзор жасап жатырмыз. Көріп отқан әрбір жан осындай үй бұйырсын, үй іздеп жатқан достарыңызға жіберіп қойып, соңына дейін көріңіздер. Номер 1 үйлердің бірі болып саналады. Қараңыздар, оң жағымызда осындай өте тамаша соңғы современный стильный гараж, то есть навес, автоматический ворота, көкпенбек көгалдандырылған аула, освещение, сол жағымызда шағын ғана хозпостройки, санторап, мынау біздің барбекю зонамыз. Мына қараңыздар, не деген тамаша брусчатка. Енді бұл үй көріп тұрсыздар, керемет жоғарғы талғаммен, дизайнмен жасалынған үй екені сөзсіз. Жаныңызға не керек бәрі бар, дайын үйіміз обзор жасалынуда. Мынау терраса, сырттан шығып келген кезде қараңыздар, тамаша терраса. И в круговой осындай әдемі туялар егілген. Мінекей сәнді дизайнерлік ландшафтный дизайнмен ауламыз. Қараңыздаршы, көзіңізді тамсандыратын осындай тамаша үйді обзор жасап жатырмыз. Но терраса. Кеттік үйдің ішін бірге тамашалайық. Жүріңіздер. Бар екен ғой светтер. Ал үйіміздің ішіне кіретін болсақ, қараңыздаршы, тамаша, кең, кіреберіс, төбе биіктіктері 3/80, гардеробный, әдемі, жарасымды есік. Мінекей кірген кезде бар бөлмеде дизайнерлік жоғарғы талғаммен жасалынған ремонт екені сөзсіз көрініп тұр. Әрбір көрерменге осындай үйлер жұғысты болсын. Қараңыздаршы, не деген ерекше стильді. Ар жағын байқаймыз. Мінекей өте жоғарғы талғаммен істелінген потолок. Бұл холл бөлмеміз, ТВ зона, панорамный терезе, аулаға көрік, жарық беріп тұратын. И және біздің қараңыздаршы, қарама-қарсында жарасымды ас бөлме, барлық жерде осындай тренд цветтерді қолданылған. Есіктеріміз керемет үйлесіп тұр. Мынау біздің ас бөлмеміз. Қараңыздаршы, бұл жерде де тамаша, жап-жарық, кең бөлме, островок, жиһаздар мінекей толық, подсветкасымен техникасына дейін орнатылған осындай под ключ үйіміз сатылымға шығып тұр. Бұл жерден мінекей террасаға шығып кететін есігіміз бар. Кеттік әрмен қарай, залымыз қалып тұр бірінші қабатта. Бұл залды да қараңыздар, қонағыңызды, кез келген қонағыңызды ұялмай күтіп алатын осындай әдемі дизайнмен жасалынған люстрамызға дейін жарасып тұр. Бұл зал бөлмеміз. Бұл жерде де өте үлкен терезе артқы аулаға қарап тұр. Үлкен тоже панорамный терезелер қолданылған. Мынау біздің, мына жерде қараңыздаршы, мінекей подсветкасымен біздің баспалдақ екінші қабатқа. Бұл да өте удобный жасалынған баспалдақ. Мына жерде бірінші қабаттың санторабы, душевая өте кең, міне байқаймыз. Іштерінің бәрі роскошный, әрбір бөлмеміз, мінекей байқасаңыздар, барлық бөлмеде кең и әр бөлмеде ерекше өзінің стилімен жасалынған ремонт және жиһаз. Мінекей, ал мына жерде міне угловой панорамный терезе екі жаққа да қарайды. Мынаны ашатын болсақ, әдемі, мінекей қараңыздар, көрсетейік. Қараңыздар, не деген керемет көрініс. Ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Кеттік енді екінші қабатты бірге тамашалайық. Жүріңіздер. Ал мына екінші қабатқа шығамыз, керемет баспалдағымызбен. Бұл жерде де көріп тұрсыздар, өте тамаша ремонт, әдемі, жарасымды люстра, подсветка, мінекей барлық жерде парящие потолки. И оң жағымыздан бастап қараңыздар, мастер спальня бұл. Бұл жерде терезенің бәрі аулаға қарайды. Үлкен терезелеріміз, өзінің ТВ зона. Бұл үй егелерінің жатын бөлмесі. Қараңыздаршы, жатын бөлменің есіктерінің бәрін осындай утопить етіп және айна жасап қойған. Мінекей көріп тұрсыздар. Мынау біздің жуынатын үй егелерінің ванной комнатасы. Өте тоже қымбат инвентарлар қолданылған. А мынау
осы үй егелерінің подсветкасымен мінекей жасалынған әдемі гардеробный, және қарама қарсында мына жерде екінші қабатқа арналған санторап, мына жерде душевая, тоже толық шкафтар подсветкасымен орнатылған, айна, и және мына жерде тағы бір жатын бөлмеміз бар. Бұл қыз балдарға или там өзінің үлкен панорамный терезесімен, и бұл жерде де мына қараңыздар, айна есігіменен өзінің жеке ванный бар бұл бөлменің де. Сонда екінші қабатта екі жатын бөлмеміз өзінің ванныйымен болып тұрса, енді қарама қарсында қараңыздар, то есть жанында тағы бір жатын бөлмеміз бар. Ол бала, қыз балдарға арналған өте үлкен барлық спальняларымыз жап-жарық кепкен мінекей. Бұл тағы бір жатын бөлме, и және төртінші жатын бөлмеміз. Және де біздің тамаша екінші қабатта қараңыздар, не деген керемет көрініс. Бұл жерде әдемі балконымыз бар. Мынау біздің тағы да бір жатын бөлмеміз. Қараңыздар, не деген тамаша проект. Бұл жатын бөлме де как мастер спальня болып саналады. Бұл жерде де өзінің жеке гардероб. Сонымен қатар барлық спальняларда өзінің осындай тамаша оригинальный проектісімен оригинальный ванналар бар. Сонымен қатар ұнап жатқан болса, осындай үй іздеп жатқан жандарға мінекей осы керемет мүмкіндікті жіберіп алмаймыз. Бұндай үйлер күніге сатылымға шыға бермейді, и тез сатылып кететініне біз сенімдіміз. Баршаңызға Аллахым осындай үйлер жұғысты болсын, бұйырсын.